Қайырлы күн. Бүгін сіздермен квашеная капустаның жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Кейбір қыздарда дұрыс шықпай жатады екен, сондықтан өзімнің қалай жасайтындығыммен сіздермен бөлісемін. Дәл осылай жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде жақсы болып шығатын болады. Ең алдымен капустаның сортына мән береміз. Сатып алатын кезде ақ капуста таңдап алыңыздар. Яғни белокочанная капуста деп айтып жатады ғой, яғни ақ орамжапырақтың түрін таңдайсыздар. Жасыл болмауы керек, ақ, яғни балғын, свежая белокочанная капуста таңдап аласыздар. Және қосатын сәбіздеріңіз де балғын болуы міндетті. Босап қалған, тұрып қалған көкөністерді алмаймыз. Мен орташа көлемдегі 2 қырыққабат және 3 сәбіз алдым. Енді осыдан квашеная капуста жасайтын боламыз. Капустамызды алып, 4-ке бөліп, сабағын, яғни артық жерлерін алып тастаймыз. Және қолмен турасаңыздар да болады, ұсақтап. Менде осындай терка бар, сол теркадан өткізетін боламын. Теркадан капустаны өткізу барысында өте абай болыңыздар, себебі қолдарыңыз кесіп алуларыңыз мүмкін. Мен кесіп алып, тұзбен араластыратын уақытта және банкаға салатын кезде күйеуімнің көмегіне жүгіндім. Дәл осылай 2 қырыққабатты да бірінен соң бірін өткізіп аламыз, немесе ұсақтап турап аламыз. Капустаны өткізіп болғаннан кейін осындай ұзыншақ сәбіз өткізетін насатканы салып, сәбізіміздің барлығын өткіземіз. Квашеная капустаның пайдасын мен айтпасам да білесіздер, сондықтан күнделікті тағамға қосып жесеңіздер өте пайдалы, табиғи пробиотиктердің көзі болып табылатындықтан кішкентай балаларға берсеңіздер болады. Егер жемей жатса, суын тағамға қоссаңыздар өте пайдалы. Орамжапырақпенен сәбізді үккіштен өткізіп алдым. Енді үстінен тұз саламын. Егер сіздерде үлкен ыдыс болмаса, осылай мен сияқты үстелдің үстінде араластырсаңыздар болады. Мен үлкен ас қасықты толтырып 4 ас қасық тұз салдым. Сіздер дәміне қарай көріңіздер. Егер қатты тұздап қойсаңыздар, үстіне капуста қоссаңыздар болады. Тұзын жеткілікті қылып салыңыздар, себебі тұзына да байланысты. Егер тұзын аз салсаңыздар, сіздердің капусталарыңыз жұмсарып кетуі мүмкін. Сондықтан тұзы қатты да болып кетпеуі қажет. Тұз салып араластырып жатқан кезде жеп көресіздер. Және барлық жеріне тұз баратындай етіп дұрыстап араластырыңыздар. Енді міне банкаларды алып, осылай жақсылап нығыздап, ауа қалмайтындай етіп нығыздап саласыздар. Міне осылай су шығады. Және банканы толығымен толтырмайсыздар, себебі суы шығатын орын болу қажет. Міне осылайдан суы шығып, ішінен газ шығып тұр, көрдіңіздер ме? Бөлме температурасында, қатты ыстық болмау керек бөлме температурасында 1 күнге қойып қоясыздар. 3 күн негізі қоясыздар, 2 күн бойы тұрады, 3-ші күні холодильникке алып қоясыздар. 1-ші күн 1 күн өткеннен кейін осылайынан темір немесе ағаш қасықты, банканың түбіне дейін жететін зат болу қажет, салып осылай газын шығарасыздар. Әр жеріне банканы айналдыра отырып, әр жерінен банканың түбіне дейін жеткіздіріп газын шығарасыздар. Ең соңында тура дәл ортасына тығып газын шығарып алатын боласыздар. Күніне 1 рет газын шығарсаңыздар жеткілікті. Мысалы бүгін жасап қойсаңыздар, ертең дәл сол уақытта газын шығарасыздар. Одан кейін 2-ші күні дәл солай, 3-ші күні холодильникке алып қоясыздар. Болды, сіздердің квашеная капусталарыңыз дайын. Тағамға қосып жей бересіздер. Өте дәмді болып шығады. Менікі дайын болды. 3-ші күні бірден жеп жатырмыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын. Сіздермен болған Әсел. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.